Класс жетекші Гүлмарал апай. Сендер менің сабағымда өшіп шолайсыңдар, басқалардың сабағында бастарына шабалат жазыңдар мұғалімдердің. Айналайын, алдыңда бір емес 3 мұғалім тұр ғой, не клоун болып отырсың? Көз келді. Ділдабаев, бар далаға шығып кел, мұрның тазартып келші бар. Жоқ, мен сендер үшін қашанғы ұрыс естуім керек, а? Бүгін педсоветте деген 120 мұғалімнің алдында тұрып тұрмын осы сендер үшін. Бүгін Нұргүлдің сумкасынан 2000 теңге ұрланыпты. Кім ұрлады, айтыңдар. Мақсат, бүгін 6 сабақтан кейін қайтып кетпеңдер, тәрбие сағаты болады. Иә, кеше вечер істепсіңдер тығылып. Білмей қалады деп ойладыңдар ма мені? Әуезбаев, кеше вечерде қайтыңдар десем, кетші нахуың не сенің? Жетекші Гүлмарал апай. Айжан, бұтыңа неге бағансың тыртитып? Мода көрсетуге келдің ба классқа? Ділдабаев, не қып күліп отырсың? Айтсай бізде күлейікті. Кешіріңдер балалар. Нұғман, тұр сабақ айт. Апай, мен дайын емеспін, кеше үйге қонақтар келіп еді. Сен жайладың ба соларды? Бүгін 6 сабақтан кейін бәрін тайып тұрмаңдар үйлеріңе. Новый годқа вальс шығарамыз. Түскі сабаққа не қып келмедің, Аяш? Ой, ішім ауырып қалды. Конечно, ішің ауырады сенің, әр нәрсені аузыңа тыға береді біз. Ай, қызық-ай. Үйге не бердің? Апай, арғы күні ана 3 классқа қосылып вечер істейін деп қой. Ойбай, не 3 класс болып группа оқу ұйымдастырайын деп жатсыңдар ма? Қорғанбеков, дұрыстап отыр, не әкең сатып алып берген орындығы ма? Класс тыныш отырыңдар, қазір қорытындыларыңды айтамын. Апай, мен беске шықтым ба? Мә шығасың сен беске, Ділдабаев. Класс жетекші Гүлмарал апай. Осы уақытқа дейінше мен 3 класс бітірдім, бірақ дәл сендердей класс көрген жоқпын. Ужас қой мынау деген. Қазір мешіттен имамдар келеді. Сауалнама алуға, терроризмге қарсы. Сосын ана Ділдабаев мешітке барғанды қойшы айналайын. Сабағыңды оқысай одан да. Ділдабаев, сен өзіңді Аружанмен салыстырма. Мына вечер біткеннен кейін үйлеріңе тіке қайтыңдар. Әке шешелеріңе звондап біліп отырамын бәрін. Мына классымызға новыйдан қыз келді, есімі Айзат, танысып отырыңдар. Ділдабаев, не үнің шықпай қалды, әшейінде сайрап отыратын ем осы. Ой, неге очкимен отырсыз? Осыма көрінбей отқан. Ибаділдаев, оқымайсың ба? 9-дан кейін құры бар сыптуға. Сенен ақ шаршадым ғой мен деген. Айналайын, кешігіп келесің, сабағыңды оқымайсың. Сендей баланы деген маған білмеймін, не маған беріп қойған осы классқа ше. Шаршатып бітірдің сен бала мені. Не дейсің? Зайбалың қайыр бол, Класс жетекші Гүлмарал апай. 1-90 барлықтарыңды көтермелеп қойдым, осы 90-да нақты бағаларыңды қоям. 3-ші және 4-ші жерге. Ойбай, сорбамадың ба, Ділдабаев? Мал шаруашылығы дегеніміз не? Кезінде? Ойбай, Ділдабаев, не ішіңе ит өлген ба? Қорғанбек, бана итіңді құртсай, күнде еріп келеді екен сенімен бірге. Кеше директордың аяғын тістеп апты. Молодец итің. До конца тістеу керек. Бүгін мына классымыздағы Альбина старшысының туған күні екен. Молодец, Альбина, туған күніңмен бүгін саған 5 қойып беремін. Апа, ертең мен туған күн, маған да 5 қойып бересіз ба? Жап аузыңды, Ділдабаев. Алтынбек, кеше ана почта көзің бақырайып амандаспай кетіп баратсың. Каникул болды, апай танымай кетесіңдер менде. Болды, ұрыспаңыз, болды. Аха, Нұғман, керемет болып баратса, шешең айт сабағыңа келіп қатысын. Телефонның алдында алылылы дей бермей маған. Ой, ертең майыпқа барады, басқа класстар барып жатыр екен. Жоқ, бармайсыңдар. Болды, мен басымды қатырмаңдар. Бармайсыңдар дедім, бармайсыңдар. Жоқ деймін, нихуя. Жетекші Гүлмарал апай. Бүгін үй жұмысын тексерем. Альбина, орындадың ба? Апай. Динара, сен ше? Ділдабаев? Көрсет. Мына класстан не үй шығып тұр, дышыдан келгеннен кейін киімдерін жинап жүрсіңдерші. Кімдікі мынау? Неге апай? Қойшы, Айдана, сенікі ма? Ойлай, сен не қырық шүйесің ба не? Ділдабаев, кеше 22-ші наурызда ішетін әкіп берілесем, не пиво әкеп тұрсың? Олар осы сендер 15 минут қоңырауда даланың туалетінде не бітіресіңдер? Нұғман. Ау, апай. Қазір ана шыға берістегі магазинге барасында 2 общий тетрадь аласың, потом 3 ручка аласың да, қалған сдачасына 4 штук элдап кел. Аре, осы сен сабақ біткеннен кейін кім майшасына отырып кетесің? Осы сабаққа жақсылап дайындалып келіңдер, жақсы сау болыңдар. Ділдабаев, сосын алтта Free Fire'ға кір, көтіңді аяқ. Класс жетекші Гүлмарал апай. Ертең ашық сабақ болады. 3 сабақтан кейін ана информатика кабинетіне барып дайындаламыз, интерактивін тақтаға жазып. Ертең комиссияның бойынша тұрайын деп тұрсыңдар ғой. Ойбай, апай мынау не? Бір жет көріп тұрмын деп. Мына жынды болып қалған ба? Информатика деген анау тураңда. Бір 2 сомнан ма, бір бөле абалу керек. Ет болды мына балаларда. Мына районадан қатынас келіп тұр екен, ертең қол күрестен жарыс болады екен. Бизюбет самат сен барасың. Осы класста қолым мықты сен ғой. Ойла, мырқиып мынау математикада 3-ке шығып отқаның не айналайын. Әшейінде вечердің ақшасын есептегенде бәле дейсің ғой. Күнбаева, тұр орнынан. Кешене анау ашық сабақта мыңқ-мыңқ етіп тұрсың, сұрақтарға жауап бере алмай. Сосын Ділдабаев, тұр орнынан. Тестің жауаптарын қақтан алдың. Ой, қош осындайын айналайын. Қойып атқан кезде уже мен деп тұрсың ғой. Эссеге не жазып бергенсіңдер английскийден? Қорғанбек, тұр орнынан. Секси бой деген не сен? Ділдабаев, не қызық бар екен астында?
Класс жетекші Гүлмарал апай. Мен үшін оқымай ақ қойыңдар айналайындар. Мен оқитынды оқып алғам. Сендерге не махаббат керек айналайындар ол? Нағыз сабақ оқитын кездерің ғой сендер. Нағашбаев, алсаңдар кітаптарың, не қонаққа келдің ба? Апай еме тұрып журналды көріп алайық. Айдана сенің әдебиеттен үзіңдер. Ділдабай. Жұрттың мазасын алғым келмейді. Беймаза жасөспін. Ділдабай, азанда бір бәле жекпеш, аш қарынға кемеш басы мектепке. Ділдабай, неғып осы маған түнгі 10-да хабарласа бересің, күнде сабақты сұрап? Мен сабақ айтқан кезде не аспанға қарап отырасың ба, әлде мен осы Айжанның құлағына барып, ойбай, 2-3 тапсырма деп айтам ба? Алтынбек, айналайын бір отмазка айтсаң да нормальнысын айтсай, бүкіл туысқандарыңды өлтіріп бітіретін болдың ғой. Алдында анау атап айтыс болды деп кеше мал базарда көріп қалдым. Бүйтіп арқамнан түртіп қалып қарамда оқ біле деп шошып кетті. Класс жетекші Гүлмарал апай. Балтабаев, Тілегенов, не анау орындарыңды ауыстырып алғансыздар? Астарыңнан су шықты ма? Ертең мына класстың шторына 200 теңгеден алып келіңдер қалталарыңа салып. Абайна күнде 200 теңгеден жинайсыз? Әлпейсов, не мен үшін жинап жатсың ба? Жинасаң осы класс үшін. Ділдабаев, не анау тойға келген адам ұқсап киіп келгенсің? Киісей басқа балалар ұқсап темно-синий костюмын кисей. Екінші тапсырманы орындап келіңдер. Апай сыртқа шығып келейінші. Қазір Қорғанбек пешін шығасың, не болды соншама? Мырқиев, ана столды қисайтпай отыр. Не әкең сатып алып беріп пе еді сол столды? Қорғанбек, эссені не істедің? Жазып жатыр апай. Жоқ ана эссе тонкиді айтам темекіні. Оны қарастырып жатыр. Давайте осы сабақтың соңына дейін 2 эсседе болатын болсын. Мынау не класстың парталары қисық-қисық, а? Апай түзу тұр ғой. Бергейші сен, кесей. Бергей. Қара, парталар дұрыс тұр ма? Жоқ. Мен көріп отқасын айтам ғой сендерге балалар. Апай, виретін қарашы, телефонмен қарасаңыз бүйтіп қозғалады екен суреттер. Мынауың пиздес екен аға, ойбай. Класс жетекші Гүлмарал апай. Ұматсыңдар ма балалар, бүгін мына класста не шығып тұр, Бүгін мына түстен кейін сабақ болмайды, бірақ бәрің уборкаға келесіңдер. Кеше 9-да гинекологияға келіңдер дедім ғой, Анарбаева. Неғып келмейсің? Әлде бір бәле жасырып жүрсің ба бізді? Айжан, Альбина, осы сабақтан кейін информатикаға барасыңдар да, ана күнделік кезет толтырып беріңдер маған. Так, Есетова, Ділдабаев, кеше 2 сабақтан кейін қай кетіп қалдыңдар? Апай, мен ауырып қалдым. Так, ладно, сен ше Ділдабаев. Апай, мен де ауырып қалдым. Көрсет справкаңды. Ділдабаев, кеше ана Түркістандағы суреттерді көріп отырмын. Мынауың не айналайын? Тілеген тұр орнынан. Мына мұғалімдердің бәрі жалып жасап жатыр, ана қыздардың раздевалкасын қарап жүр дейді ғой сені. Қой апай, сағалар жүрген жоқпын. Қой сені пиздесіне сығалайды дейді ғой. Класс жетекші Гүлмарал апай. Мадина, не бантик анау тыртитіп тағып алғансың бүйтіп? Тақсай ана Айжан құсап нормальнысын. Мынандай әппақ болып тұратындай. Мұзаппар, кеше сабақ қайда? Апай, кеше Құран оқытып үйде болдым. Ойбай, көрдік қалай көмектескеніңді үйіңе. Үйіңе барса 3-ші класс оқитын сестреңнің қолға су құйып жүр ғой. Өзің жатсың ана залтамда. Деп ұйқыны теуіп. Дина? Апай. Осы сен үйіңдегілер пытырлатып туғанды ғана біледі да, жиналысқа келуді білмей ма сонда? Кеше көшеде. Гүлмаралың не Айжан? Класстың қыздары. Мына 10-ші класстың балаларымен не істейсіңдер? Қасында тұрып алып, секең етіп, ешкілер ұқсап, а? Оқы. Бюджет туралы біз міндетті түрде осы оқу құралының. Ділдабаев. Ділдабаев, кітапқа қарап отырсай, қайқа қарап отырсың? Ділдабаев, не көре алмай отырсың ана әселдің бұтынан? Бер ана қолыңдағы айнаны. Тем бөле қыс қой, гамаш киіп алған ғой, дым көрінбейді ғой. Әуезбаев, кеше ана ашық сабақта директордың көзінше, сабақ айт десем, не пиздец болып отырсың?